Кайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері, құрметті брифингке қатысушылар. Жамбыл облысы өңірлік коммуникациялар қызметі баспасөз конференциясын бастайды. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем пресс-конференцию региональной службы коммуникации Жамбылской области в онлайн-формате. Бүгін біз қашықтықтан оқыту кезіндегі оқу процесін ұйымдастыру туралы сөз қозғайтын боламыз. Сегодня мы будем говорить на тему об организации учебного процесса при дистанционном обучении. Алаңымызға келген қонақпен таныстырып өтейін. Жәмила Елеуқызы Бекбатырова, Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасы басшысының орынбасары. Құрметті Жәмила Елеуқызы, алаңымызға қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Үміт. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, жалпы республикамызда, оның ішінде біздің облыста да биылғы оқу жылы ерекше басталғаны өздеріңізге белгілі. Жалпы облыста 442 мектеп бар. Осы 442 мектепте 238.682 оқушы білім алып отыр. Бізде енді осы жалпы Қазақстан Республикасында білім және ғылым министрлігінің 345-ші бұйрығы осы 20-шы жылдың 13-ші тамызында шыққан бұйрыққа сәйкес оқу жылын бастадық. Осы бұйрықтың ішінде қашықтан оқыту үрдісін ұйымдастырудың егжей-тегжейлі түсіндіріп өтілген. Біз осы бұйрықты басшылыққа алу бойынша барлық білім мекемелеріндегі педагог қызметкерлер мен ата-аналар мен оқушылармен түсіндіру жұмысы осы оқу жылы басталғанша жүргізілді. Бұйрықта жалпы оқу процесі екі форматта жүргізу ұсынылған. Бұл жерде қашықтықтан оқыту және дәстүрлі түрде. Дәстүрлі түрде оқытуды оқушыларының саны 5-тен 180-ге дейінгі шалғай ауылдарда орналасқан мектептерде дәстүрлі түрде оқытуға рұқсат етілді. Сондай-ақ кезекші сыныптарды ашуға да осы бұйрықта көрсетілген. Бала саны 15-тен аспайтын барлық санитарлық талаптарды сақтай отырып, кезекші сыныптар болғанда бастауыш сыныптарда бір мұғалім, бір сынып деген қағиданы ескере отырып, кезекші сыныптар ұйымдастырылды. Жалпы осы 442 мектептің бүгінгі күні 229-ында оқу процесі қашықтықтан ұйымдастырылса, 213 мектепте дәстүрлі түрде сабақ ұйымдастырылуда. Осы бүгінгі күні 238 мыңнан астам оқушы бар деп айтып кеттім. Осы оқушылардың жалпы қашықтан оқитын оқушылардың жалпы 90 мыңнан астамы бүгінгі күні дәстүрлі түрде, және кезекші сынып 4.425 кезекші сыныптар ашылды. Бұның ішінде осы кезекші сыныптарға жалпы 58.834 оқушы қамтылды. Бұл жалпы оқушылардың 24.6%-ын құрайды. Және дәстүрлі түрде оқып жатқан 213 мектепте 31.975 оқушы білім алуда. Осы дәстүрлі түрдегі оқу процесі ұйымдастырылып отырған мектептерде барлық бүгінгі күні санитарлық талаптар сақталған. Мектептердің барлығы антисептиктер мен туннель, тепловизор және сол мектептегі медбике күнделікті сабаққа келген оқушының да педагог қызметкердің де дене қызуын өлшеп отыратын күнделікті журнал арнап қойған. Егер белгілі мөлшерден асып кеткен жағдайда ол мұғалім де оқушы да мектепке кіргізілмей, жалпы сол учаскелік врачтың қарауына жіберіледі. Сондай-ақ бұл сыныптарда оқушылардың барлығы, сабақтардың барлығы, сабақ кестесі икемге қарай, мұғалім мен оқушының сабақ қоңырау үзілістер, қоңырау кестесі бір сынып пен екінші сынып кездеспейтіндей етіп сабақ кестесі дайындалған. Негізгі пәндердің барлығы осы мектепте жаңағы пән кабинеттеріне ауыспай-ақ бір кабинетте барлық сабақтар өткізілуде. Енді әрине бұл жалпы осы ерекше жағдай, бұл оңай емес, бұл сабақ процесін ұйымдастырудың өзі де. Және кейбір жағдайларда мұғалімдердің дене қызуы
көтерілетін болса, ол сабақта келесі мұғалімге тапсыру үшін де ол мұғалімде жалпы біздің барлық мұғалімдер жаңа оқу жылының басында медициналық тексерістен өтеді ғой. Ол мұғалімнің де сабаққа жіберілу үшін өзінің талаптары бар, сол бойынша сабақтарға жіберіледі. Ал егер де біздің облыста енді тіркелген жоқ, осындай жағдай болып, жалпы отбасында пандемияға байланысты жалпы осы вирус анықталып, отбасының бір мүшесі ауырған жағдайда бала 14 күнге тест тапсырады және 14 күндік карантинге жіберіледі. Ал қашықтықтан оқыту үрдісінде оқушыларымызға, педагогтарға осы сабақ үрдісін ұйымдастыру толық түсіндірілді. Сабақ процесінің барлығы синхронды және асинхронды форматта ұйымдастырылып жатыр. Синхронды формат дегеніміз мұғалім тікелей сабақ өтіп жатқан кезінде оқушымен тікелей байланысқа шығады, оқушылардың барлығымен. Оны мұғалімнің өзі белгілейді. Сабақтың қай уақытында тікелей байланысқа шыға алады. Біздің облысымызда енді қазір әртүрлі оқыту платформаларын таңдаған, Дарын онлайн, Classroom, күнделік платформалар арқылы сабақтар жүргізілуде. Егер де сабақ процесінде осы платформаларда бір қиындық туындаған жағдайда, мұғалім өзі басқа платформалар таңдау арқылы немесе басқа да мына стриминг әдістердің басқа әдістерін пайдаланып, сабақты әрі қарай жалғастыра береді. Енді асинхронды форматта мұғалім оқушыларға толық тапсырманы электронды түрде жібереді. Платформадағы сабақтарды оқушылар пайдалануына болады. Бұл жерде мұғалім оқушымен кері байланыс орнатады. Синхронды форматтың жалпы енді осы нормада жазылып қойған, қанша уақыт жаңағы тікелей байланысқа компьютерді оқушы пайдалануға болады деген барлық мүмкіндіктердің бәрі қарастырылған сабақ процесс кезінде. 1 мен 4 класстарда 15 минут, 5 минут, 10 минутқа дейін, ол 5 пен 9 сыныптарда 15 минуттан аспау керек, және 10-11 сыныптарда 20 минуттан кейін үзіліс болу керек компьютерді пайдаланған кезінде. Осы қашықтан оқыту процесі кезінде біздің облысымызда жалпы компьютерлік техника мектептегі және жергілікті бюджет қаражаты есебінен алынған, республикалық бюджет қаражаты есебінен алынған барлық компьютерлер оқушыларға таратылды. 30 мыңнан астам компьютер таратылып берілді. Және осы компьютерлердің 18 мыңнан астамы осы ауыл мектептеріндегі оқушыларға берілді. Жалпы республикалық бюджеттен 4,1 миллиард қаражат бөлініп біздің облысқа 26.483 компьютер бөлінді. Осы компьютердің бүгінгі күні 7.527 келіп оқушыларға таратылды. Жалпы бүгінгі күні бізде алдағы уақытта 18 мыңнан астам тағы да компьютер келеді деп күтіп отырмыз. Осы компьютердің барлығы кезекте тұрған, қайсы оқушыға жетпеді, сол балалардың барлығына таратылады. Және отбасында 5 оқушы, 4 оқушы, 5 оқушы бар отбасыларға екінші біз техниканы таратуды жоспарлап отырмыз. Және мына компьютері, интернеті жоқ, интернетке қосылмаған оқушылардың барлығына жалпы облыс жергілікті бюджеттен барлық аудандық білім бөлімдері қарастырып, білім бөлімдерінің барлығы қарастыруымен 18.400 роутер алынды. Осы роутердің бүгінгі күні 5.400 таратылды оқушыларға. Қалған роутерлер енді алдағы уақытта келеді деп күтіліп отыр. Интернеті жоқ. Жалпы елді мекендерде 130 елді мекен бар облыс бойынша. Осы интернеті жоқ елді мекендердің 46-сыны бүгінгі күні 23 елді мекенге актив мобильді желісі тартылды. Осы жылдың соңына шейін 23 елді мекенге осы мобильді жүйені тарту жүргізу бойынша жұмыстар жүргізіліп отыр. Ал 4 елді мекенге интернеттің өзі кіргізілді.
Осындай жұмыстар қашықтан оқыту үрдісіндегі барлық сапаны қамтамасыз ету үшін ұйымдастыру жұмыстары жүргізілуде. Жалпы біз қашықтықтан оқысақ та, дәстүрлі түрде оқысақ та, біздің бүгінгі күні облыстың педагогтарының алдындағы ең үлкен мақсат жалпыға міндетті білім беру стандартының міндетті деңгейінің барлығын оқушыға игерту. Әрине, бұл оқу процесін ұйымдастыру барысында бізге ата-аналардың көмегі де өте орасан зор болып отыр. Бүгінгі күні біз ата-аналардың қолдауының арқасында қашықтан оқыту процесі бүгінгі күні дұрыс жолға қойылған облыс бойынша. Ал кейбір түсінбеген жағдайларда тікелей білім мекемесінің басшысына, аудандық білім бөліміне және облыстық білім басқармасына тікелей хабарласып, барлық өздеріне қажетті кеңестерді алып отыр. Туындаған мәселелердің барлығын біз ата-аналармен, педагогтармен және білім бөлімдерімен бірге ол мәселелердің барлығы өзінің уақытында шешімін табуда. Біздің облыстық білім басқармасы басшысының және орынбасарларының, бөлім басшыларының барлығының телефондары бүгінгі күні қолжетімді. Біз оны облыстық білім басқармасының Фейсбуктағы, Инстаграмдағы парақшасына барлық телефон номерлері жазылған. Егер кімге қандай кеңес қажет болатын болса, немесе мәселе туындаған жағдайда бізге тікелей байланысып, өздеріне мына сұрақтарына жауап алуына болады. Ондай мүмкіндікті біз жасап қойғанбыз. Жалпы қашықтықтан оқыту барысында біздің оқушыларымыз да дәстүрлі түрде оқудағыдай жалпы білім сапасын төмендетпей, біз өткен жылғы білім сапасын береміз деген жоспарда сол бойынша жұмысты жүргізудеміз. Жалпы Дарын онлайн платформасында жоғары сыныптың оқушылары үшін әртүрлі үйірмелер және қосымша дайындалатын пәндерден қосымша үйірмелер қосылған. Сондай-ақ 10-11 сыныптың оқушыларына ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық бойынша ол жерде арнайы тіркеліп дайындалатын курс ұйымдастырылған. Ол курсқа бүгінгі күні біздің оқушылардың барлығы жоғары сыныптың оқушылары тіркелген. Ол туралы барлық мағлұматтар ата-аналарға да, педагогтарға да, оқушыларға да түсіндіріліп айтылды. Және ол курстың бір ерекшелігі, оқушылар өздерінің қате сұрақтары туындаған жағдайда қатемен жұмыс жүргізуге мүмкіндік берілген. Жалпы қашықтықтан оқыту барысы біздің облысымызда қалыпты жағдайда бүгінгі күні жүргізілуде. Баяндамаңызға рахмет. Құрметті әріптестер, біз сұрақтар бөліміне көшетін боламыз. Уважаемые коллеги, мы переходим к разделу вопросов. Сұрақтарыңыз болса қоюға рұқсат. Сұрақтарыңыз болмаса, осымен баспасөз конференциясын аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет.